Неге сайттан тапсырыс аз келеді? 2019 жылдың тренді. Егер сіз кәсіпкер болсаңыз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Бүгін осы видеомен сіздің проблемаңыздың нүктесін қоямыз. Барлығымыз білеміз, барлығымыз жасап жүрген Инстаграмда, Гуглда, тағы да басқа жарнама алаңдарында біздер өзіміздің тауарымыздың немесе қызмет түрлеріміздің жарнамасын жіберу арқылы клиент алып жатамыз. Ол өте қарапайым схема. Бірінші қадам, сіз жарнаманы көрсетесіз адамға, және де сол адам жарнаманы көріп, қызығушылығы артып, сол жарнама арқылы белгілі бір сайтқа немесе бір формаға, немесе сіздің әлеуметтік желіңізге өтеді. Сол жерден толығымен танысады, және де байланыс номерін қалдырады, және де үшінші қадам орындалады. Яғни сіз оған звондайсыз, немесе сіздің менеджеріңіз оған звондайды. Бұл үшінші қадам. Көрдіңіздер. Бірінші, сурет, яғни видео, баннер түрінде жіберілген жарнаманың түрі. Екінші, формаға, сайтқа, әлеуметтік желі арқылы номерін қалдыру. Үшінші қадам, сіздің менеджеріңіз немесе сіз өзіңіз клиентпен сөйлесіп, жаңағыдай сату бөлімі. Ендеше, осы қадамдар арқылы сіз өте көп клиенттерден айырылып қалып жатасыз. Не үшін, неге, қалай деген сұрақ туындайды. Біздің және де басқа шетелдік маркетологтардың зерттеуі бойынша барлығымыздың сайттарымыз өте нашар болуы мүмкін. Яғни, ең бірінші адам көреді, қызығады, бұл барлығы видеоға байланысты, баннерға байланысты, қаншалықты адамның қызығушылығын арттыруына. Ал екінші қадамда сіздің қызмет түріңіздің немесе тауарыңыздың таныстыруы, яғни сайт арқылы, немесе сіз белгілі бір формаға адамды жіберіп, номеріңді қалдыр деп шошытып алуыңыз мүмкін. Бұл жерде жарнама арқылы кірген 100 адамның 70-і шығып кетіп жатады. Тіпті 80-і десек те болады. Оның өзі жаңа сіздің сайтыңыздың статистикасына байланысты. Оны конверсия арқылы анықтайды. Ал үшінші қадам, ол жаңағы 100 адамнан 30 адам номер қалдыратын болса, немесе 10 адам номер қалдыратын болса, сіздің үшінші қадамыңыз оларға звондап, сөйлесіп, оларға сату. Яғни, осы үш күрделі қадам орындалады. 2019 жылдың тренді қандай? Бұл не? WhatsApp бот деген қалай жұмыс істейді? Сізге толығымен түсіндіріп кетейін. WhatsApp бот бұл 2019 жылдың жаңадан келген интернет-маркетингтің құралы. Яғни сіз өзіңіздің сайтыңыздың орнына сіз WhatsApp-қа сілтеме жасайсыз. Яғни сіздің жарнамаңызды көрді, және де сіздің жарнамаңыз арқылы тікелей WhatsApp-қа өтеді. Сол жерде белгілі бір хабарламаны жазып, дайын хабарламаны жазып, бірден жауаптар алып жатады. Яғни сіз бұл жерде клиенттің қызығушылығын дәл сол уақытта, дәл сол мезетте қамтып жатасыз. Яғни сіздің клиентіңізге қажетті сұрақтарды сол жерде жауап беріп жатасыз. Яғни бұл жерде сіз емес, WhatsApp бот автоматты түрде жауап беріп жатады. Бұл өте керемет құрал. Не үшін? Неге? Яғни адамдар сайтқа кірген жағдайда адамдар толығымен танысады, өздері жүгіртеді, былай ақтарып шығады, қарайды. Ал WhatsApp-қа кіргенде WhatsApp-тан керекті сұрағын жазып, керекті сұрағын таңдап, соған нақты жауап алып жатады. Және де сол жерден воронка арқылы сізге өзінің жаңағыдай номерін, немесе сол жерде төлем жасау, немесе тағы да басқа іс-қимылдарды жасайды. Сіздің қалған жұмысыңыз сол жерден адамдарды тіркеп, номерлерін тіркеп, немесе жаңағыдай процедураға, немесе тағы да басқа қызмет түрлеріне, немесе тауарды, адресін жазып жіберу арқылы өте осы күрделі қадамдарды үнемдейсіз. Яғни сіздің уақытыңыз бен энергияңыз үнемделетін болады. Бұл WhatsApp ботты қалай жасайды, қайдан жасайды, оны бағасы қанша деген сұрақтар пайда болады. Бұл WhatsApp боттың ең бірінші сізге айта кететін бағасы 30 000 теңге. Яғни қазіргі Қазақстанда осындай WhatsApp ботты жасайтын адамдар, компаниялар бар екен. Яғни оның бағасы 30 000 теңге, және де келесі айдың бағалары, яғни айлық төлем болады, ол 10 000 теңге екен.
Яғни бұл жерде сіз тек қана басында 30 мың төлейсіз, және де келесі айдан бастап сіз тек 10 мың теңге төлеп тұратын боласыз. Оларға жаңағы сіздің WhatsApp-ыңыз қызмет көрсеткені үшін, дұрыстап жауап бергені үшін төлем жасап отырады екенсіз. Яғни бұл арқылы сіз нені үнемдейсіз? Сіз біріншіден менеджерларыңыздың шығынын үнемдейсіз. Яғни сізге көп менеджер алып қажет емес. Сізге 5 менеджердің орнына 1 менеджер алсаңыз да жетеді бұл жағдайда. Яғни клиент барлығымен таныс болған соң тек танысып білген адамға қосымша хабарласып, сөйлесіп, тағы да басқа қызмет түрлерін сатуға болады. Бұл жерде сіз сайттың бағасын және де менеджерлердің айлық ақысын, айлық жалақысын үнемдейтін боласыз. Бұл өте керемет құрал. Сондықтан, егер сіздерге осы қызық болса, өзіңіз осыны көрейінші қалай жұмыс істейді десеңіздер, онда сізге мен осы сипаттамада ең бірінші қатарға сілтеме қалдырып кетемін. Яғни сіз сол жерден WhatsApp-тың қалай жұмыс істейтінін көрсеңіз болады. Сол сілтеме арқылы өтіп. Бұл өте қарапайым. Көріңіздер, егер ұнап жатырса, осы видеоның астына жаңағыдай өздеріңіздің ойларыңызды қалдырыңыздар. Сізге керек пе, керек емес пе, немесе бұл қай жағынан тиімді деген сияқты өздеріңіздің ойларыңызды қалдырыңыздар. Сонымен бүгінге осы. Егер сізге осы видео ұнаса, осы видео формат ұнаса, онда лайк немесе ұнамаса дизлайк басып кетіңіз. Бұл мен үшін өте маңызды. Менің сіздер үшін түсіріп жатқан видео контентім пайдаға асып жатыр ма, аспай жатыр ма, соны білуім керек. Мүмкін мен өзгертетін де болармын. Ал егер тіпті қатты ұнап жатырса, пайдаға асып жатса, онда комментарийға өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Мен үшін өте маңызды. Каналға жазылыңыздар, сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше. Алда талай видео шығады.